ханымдар мен мырзалар, жақсы шекжат жанымды жайдап тұрады, көңілімді көзіммен байқап тұрады дейді. Әулеттің қуанышына, төрге шыққан құдалардың қуанышына құтты болсын деп бір қол соғып қошеметтеп қойсаңыздар. Әйбіршілер, қош келіпсіздер ханымдар мен мырзалар, аялған ғана ыстыққа толы аналар, асқар таудай болған әкелер. Қазақ елі екен деп, қазақ екенімді сездіретін сәлемім болса, тойшыл қауымға айтарым бар ағайын. Сабырлықтың сырын білген білімді жандардай жаныңмен тыңдасаң, 90 түрлі тағамнан көзіңді қиып басыңды бұрмасаң, мына өрешіліктің бәрі де, мына асабалардың сөзінің бәрі де бекер. Ал енді шағайын, иманы жүрегінде, ықыласы тілегінде, бірлігі білегінде жарасқан қазақтай дархан адамның шырайы шың қаласында, мынадай Гран Кинзадай зәулім сарайда, Ибраимовтер әулетінің ішіндегі алтынбасты ағамыз, Ғалымжандай ағамыз бен Қалима әпкеміздің ұлы Шерхан үй ішінен үй төгіп, батыр еліне құда түсіп, ел біліп, бүгінгі дүбірлі тойда ағайын ашық деп жариялаймыз. Ендеше ағайын Ибраимовтер әулетінің қуанышына қош келіпсіздер деп бір қошеметтер қойыңыздар. Рахмет, дұрыс айтасың, қаналы қарындасым. Қасиетті де, шексіз мейірімді Алланың атымен бастаймын. Ассалаумағалейкум, сәлемдестім. Сәлемсіз сөз бастамай әлемдешкім. Алланың қақ жолында бүйғарғандар, пайғамбар сүннетіне иланғандар. Жалпыңызға осылай сәлем бердім, сәлем алып жүректі имандандар. Мал баланың шашуы деген қазақ, шығын шығып кетеді деп қиналмаңдар. Бүгінгі дүбірлі той құтты болсын, Ибраимовтер әулетіне жиналғандар. Қарттарым, жын басында ақшынарым, бабамнан бата тілеп бақ сұрадым. Көкбөрінің ағайын ұрпақ едік, қыр басынан айтатын қасқыр әнін. Бүгінгі тойларыңыз құтты болсын, төрдегі жайсаң менен жақсыларым деп, бір қолдың саласындай, бір үйдің баласындай болған, шаңырағы аталы, дастарханы баталы, Ибраимовтер әулетіндегі, яғни айтқанда Ғалымжан ағамыз бен Қалимадай анамыздың отының басындағы, ошағының қасындағы тойға келіп отырған барша ағайындар, әулеттің тойы құтты болсын деп, тағы бір қол соғып қошеметтеп қойсаңыздар. Әй бәрекелді, Дархан, қазақта айтады ғой, нанды сыйла, сол нанды қойған шаңды сыйла деп. Бүгін әдемі дастарханды шайнатқан, ізгілігін ең жақындарына бойлатқан, өзінің көзідемін деген, тойға жинаған несібесін көлдетемін деген, ел құрметтесе төрлетемін деген бүгінгі Ғалымжандай ағам мен Қалимадай әпкемді құттықтап, барлық дүние жұрттың барлығы осы әдемі дастарханға келіп отыр. Ендеше біз Ибраимовтер әулеті туралы біз мақтай бермей, ол Ибраимовтер әулетін барша дүние жұрт біледі деп ойлаймын. Ендеше біздің дайындап келген Ибраимовтер әулеті бүгінгі Шерхан мен Аймираның шаңырақ тіккен тойына арнап келген біздің бейне ролигіміз бар. Ендеше назарларыңызды көгілдір экранға аударуды сұраймын.